О, метрге шейін абонентке ситуациямен қозғалады ғой. Онда қанша жер жүріп келдік аз. Ассалаумағалейкум. 9-2025-19-13-те полиция қызметкерлерін 102 көмегіне мұқтаж болғанбыз. 102 көмегін шақырған болатынбыз. Бұл кезде аварийный ситуациямен қызмет алу барысында 10-15 метрге дейін артқа қарай жылжуға болады. Бұл жерде бұл полиция қызметкерлеріміз жол жүріс ережесін білмей ма, или оқымаған ба кезінде бір 100-150 метр артқа қарай спокойно жылжып кете береді. Негізі полиция қызметкерлері ПДТ-мызда жол жүріс ережелерін өздеріңіз жақсылап оқисыздар-ау. Өйткені Шымкент қаласында бұндай заңсыздық өте көп. Сөйте тұра халықтың кішкентай бір болмайтын нарушениесі, нандай титтай нарушениесін крупный көрсетіп, халыққа протокол тізіп жүгіргенде бәле дейді өздері. Ал өздері жол жүріс ережесін сақтамайды. Сондықтан өздеріңіз жол жүріс ережесін ПДТ-ны жақсылап оқып аласыздар-ау, полиция қызметкерлері. Жаңа кітаптар шығып жатыр. Қымбат та тұрмайды негізі. Мыналарыңыз ұят қой сіздердің. Группа құрамы келген болатын. Қызмет алдық. Рахмет аға, тиктокқа неге жолдаймын? Негізі 10 метрден ПДТ-ны білетін жастар менен жақсы. 10 метрден ары қарай, артқа қарай аварийный ситуациямен жылжуға болмайды. Екі машина артыңыздан келіп лоп болып ұратын болса, ол кезде сіз кінәлі боласыз.